Астанада сот шешімімен 1600 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Тексеру барысында барлығы 52 учаскенің игерілмей қараусыз қалғаны анықталған. Бұл туралы елордадағы жер телімдерін түгендеген өңірлік даму министрінің бірінші орынбасары Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Сондай-ақ 365 азаматқа тиесілі аумақта игермеген үшін жазбаша ескерту жасалыпты. Егер бір жыл ішінде нәтиже болмаса, жер мемлекетке қайта берілмек. Жиынға бас шаһармен іргелес Шортанды, Аршалы және Целиноград аудандарының басшылары да қатысты. Әкімдер өз аймақтарындағы күрмеуі қиын мәселелерді ортаға салды. Астана қаласы бойынша 645 участок табылды, пайдаланбаған. 52 участогы қайрадан мемлекеттік меншікке қайтарылды. 58 участок бойынша қағаздар сотқа дайындалып, сотқа берілді мемлекеттік меншікке қайтару жөнінде. Ақмола облысы бойынша 5502 учаске мүлдем игерілмепті. Соның ішінде қараусыз қалған 599-ы мемлекет меншігін өтті. Бұдан өзге 3689 жер телімінің иесі анықталмады. Бір ғана Целиноград ауданында 64 мың гектар жерге тексеру жүргізіліп, оның тең жартысы мемлекет меншігіне қайта берілді. Мұндай ауыл шаруашылық мақсатында бөлінген жер теліміне тұрғын үй салынып, соңы үлкен дауға ұласып жатыр. Қосшы деген ауылда бұрын 2006 жылы 921 мың гектар жерді берген сельхозназначениеден оны алғандағы ИЖС-ке ауыстырған. Ол өкіметке 472 миллион ақша төлеу керек потерясын, сельхоз потеряны. Соны төлемеген қазір. Қазіргі таңда сол бойынша бізде судебная процедура жүріп жатыр.